иә, не деп еркелетті? Ал Сержанға сұрақ. Сержан мырза, сізден оқырмандар сұрап жатыр. Ақеркенің қай қасиеті, қай қыры ұнайды дейді. Қай қыры дейсіз ба? Қалай ұнайды? Қырлар ұнамайды. Еріннің өзі қарасай. Бетімді түзеп алайын. Ой, жарайды. Иә, не деп еркелетесіз? Еркелетпейді ме? Еркелетемін ғой, күшігім. Онда бізге өтірік айтты онда. Мен сұрап едім, маған не деп айтты ғой? Ақеркем, жаным деп еркелетеді деді ғой. Ол да бар енді, ол WhatsApp-та. Күшігім деп еркеледі екен. Мәссаған. Достар, мынау картошка и күшік. Ақеркенің бүгінгі логу образы өте ерекше, достар, қараңыздар. Не деген юбка мынау. Не деген шалбар. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сержан сізді қалай еркелетеді деген сұрақ қызық болып жатыр мына жақтағыларға. Оқырмандарға біздің. Жаным деп айтады, Ақеркем деп айтады, иә? Бәрі дегенде бір адам ба, или білмеймін. Яркий макияж жақпайды, неге қап-қара макияж жағады деп. Сондай маған ұнамайды. Мен смуглая же, и маған светлый макияждар үйлеспейді. Мен румяна ондай нәрселер қолданған ұнамайды маған. Бірақ негізі вообще легкий макияж жақсы. Бірақ өзіме эфирға істегім келмейді ондай. Мынау более такой әдемі, өзіме Сондай, достар. өзім білемін. Ал Сержан, ал достар, ертерек түсіріп алайық. Қалай еркелетеді сіз Сержанды? Ваңыз тез. Қасқыр деп еркелетеді. Өтірік айта салды, sıdan келетін деді жаңа. Сержан деп бастап аттым. Өтірік айтпай. Қасқырым деп еркелетеді. Құрметті оқырмандар, міндетті түрде стористерін бақылаңыздар, бір күні мүмкін көріп қаламыз, естіп қаламыз. Қасқыр деп айта салды, sıdan келетін.